Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бүгін кезекті шығарылымда сіздерге экспертлік туралы айтып жатырмын. Эксперт деген кім? Эксперт қалай болуға болады? Ал эксперт болсаңыз, қалай өзіңізді қаржылай табысыңызды арттыруға мүмкіндігіңіз бар? Сол туралы видео болмақ. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанда эксперттер өте көпті. Эксперт дегеніміз бұл өз саласының нақты тәжірибесі бар маманы деп айтсақ та болады. Білімі бар адам. Себебі қазіргі таңда енді бір курс оқып алып, мен экспертпін деп шығып кеткендер көп болды. Ал мен эксперт дегенде айтатын едім. Қазір мен өзім саудада жүрмін, инфобизнеста жүрмін, 20 жылдық тәжірибесі бар, медиктарды көрсем, 15 жылдық тәжірибесі бар, кәсіпкерлерді көрсем, мен айтамын да сіздер шығу керексіздер. Сіздер өздеріңіздің опыттарыңызбен, өздеріңіздің білімдеріңізбен бөлісу керексіздер депші. Осындай бір белгілі бір саланың маманы өзінің жеткілікті тәжірибесін, жеткілікті білімін бөлісу, бұл эксперттілік деп аталады. Жалпы эксперт дегеніміз осы белгілі бір саланың маманы деп айтсақ та болады. Ал енді қазіргі таңда біз сияқты, біз деп тұрғаным, мен өзім осы эксперттілікке 2018-2019 жылдары қадам бастым. Институтты бітірген, нефтегазовделінің кәдімгі институттың барлығын 5-ке бітірген, мектепті 5-ке бітірген, бірақ менің эксперттілігім қазір Инстаграм жүргізу бойынша, кәсіп жүргізу бойынша, мана тиктокпен сату бойынша деген сияқты. Неге? Себебі мен сол салада 7 жыл бойына білім алдым. 2019, 2020, 2021 мен активно Турциядан, Россиядан, барлық өзге қалалардан білім алып бастадым да. Солай мен білімімді дамытып, өзімнің эксперттілігімді дамыттым. Ал енді қазіргі таңда Қазақстанда өте көп эксперттер бар, бірақ олар өздерінің эксперттілігін ақшаға айналдыра алмай жатыр. Эксперт ретінде танылу үшін алдымен өзіңіздің бір нақты мықты жақтарыңыз болу керек та, соны анықтап алуыңыз керек. Және сол мықты өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің тәжірибеңізді аудиторияға бөлісіп бастауыңыз керек. Ол қандай аудитория? Ол сіздің Инстаграм болуы мүмкін, тикток болуы мүмкін, болмаса ютуб болуы мүмкін. Мен жалпы осы каналдың барлығында айтып жүрмін да, қандай дүниені бастайын демесең де, бүгін баста деп. Неге? Себебі адамның ойы, адамның жалыны, адамның шабыты, адамның мотивациясы 7-8 сағатта өшіп қалады. Ол кәдімгі ғылыми тұрғыда дәлелденген. Сол себепті де сіздерге айтқым келетіні, эксперттілікті бастағыңыз келіп жүрсе, белгілі бір саланың маманы болсаңыз, тіпті повар болсаңыз да, сіз сол повар болғаныңыз үшін, білетін біліміңіз үшін сіз ақша таба аласыз. Сіз табысыңызды арттыра аласыз. Инстаграм желісінде мен 2016-да жалпы тіркелсем, 2018-ден бастап мен ақша тауып бастадым. Ең алғашқы онлайн курстар шыққан кезден бастап, бірақ ол кезде менің SMM дегенді оқыдым да, мен Қытайдан сайттармен 1688-ден тауар алам да, оны сата алмаймын. Қалай сатуды білмеймін. Сол кезде мана онлайн обучение келді да, SMM деген. Соны оқу алам, таргет келді, оны оқу алам, сөйтіп өзімнің Инстаграм арқылы таргетпен, өзім жақсы әдемі фото, видеоға түсіріп, 1688-ден алған тауарларымды сатып бастаймын. Осылай өзім тәжірибе жинап, сол білімімді өздерге бөлісіп бастаймын. Сол кезден бастап менің эксперттілік кезеңдерім басталды. Одан кейін 2022 жылы мен тиктокқа тіркелгенмін. Бірақ тиктоктың өзіне серьезный отношение дейміз ғой, бір шынайы дұрыс көзқарас қарағаным 2024-те болды. Себебі 2024-те мен өзімнің жеке брендіммен Queen Life деген компаниямды жеке брендіммен өнім шығардым, шампунь, бальзамдар. Сол кезде сол өнімді қалай бір блогерлерге айтпай-ақ, таргетсіз қалай сатсам болады, қандай бір жақсы жолы бар, тағы бір воронка продажы деп осы тиктокқа келген болатынмын. Солай тиктокта жүргізіп бастадым уже. Яғни қазір менде Инстаграмнан бөлек тикток жүріп жатыр. Ал осы ютуб каналды 2020 жылы ашқанмын. 2020 жылы ютуб жүріп, қызып, монетизация басталған кезде, бірақ қорқыныш, сол баяғы еріншектік, ол жақта да контент жасау керек. Ең бастысы эксперт болған кезде шынайылық. Сонымен ол тоқтап қалған осы каналым жүрмеген. Енді қазір көріп тұрсыздар, 2025 жыл дегенде бәрібір бастап жатырмын да. Бәрібір бұл жақта тіпті Инстаграмда, тиктокта бөліспеген контенттерді бөлісіп жатырмын. Бұл жақта менің тәжірибемді, менің білімімді сіздер уже тегін аласыздар. Инстаграмда, тиктокта ақылы сатып жатырсам, бұл жақта барлығын тегін беремін.
Яғни сіз эксперт болу үшін осындай біліміңізді шынайы аудиторияға ұсыну керек боласыз. Және одан бөлек сіздің қателіктеріңіз болуы мүмкін. Мысалға мен бірден күшті болып осылай миллиондар тауып кеткен жоқпын ғой. Мен де қателестім, менің қанша бір фора товарым өртеніп кетті деген сияқты. Тағы не, провальный менің запусктарым болды деген сияқты. Вообще атпай қалған жарнамалар болды. Солардың барлығын алдағы уақытта осы жақта бөлісетін боламын. Енді ондай шынайылықтар, қателіктеріңіз сіздің біліміңіз аудиториямен жақындастырады. Яғни олар да осы жерде отырған адам, шынайы адам екен ғой, ол да жылайды, құлайды, қайтып көтеріледі, ода да проблем болады екен ғой деп сізбен уже кері қарым-қатынас туындай бастайтын болады. Жалпы эксперттер контентында тек қана ақшаны немесе тек қана бір табысты распаковка, ампакинг, қазір сондай болып кетті ғой. Жайлап басылып келе жатыр 2025 жылы. Сондай дүниені бөліспей, жалпы пайдалы нұсқаулықтар айтып, тәжірибе негізінде дұрыс практикалар беріп, одан бөлек сұрақ жауаптар жасап отыру керек. Енді көбінесе мынандай дүние бар да, сатуды ғана ойлап тұрады, немесе тек қана теория бере береді. Теория бере бергеннен гөрі нақты қадамдармен өзің қалай жасадың, сондай бір нақты практикалық тұрғыда тәжірибеңді беретін болсаң, және де ол аудиториядан сұрақ жауап жасап отырсаң, мен жалпы осы дайындап отырған сіздерге контенттің барлығын қайдан алып жатырмын? Мен өзімнің аудиториямның сұрағынан алып жатырмын. Маған дайректке келетін сұрақтардан, осы жақта бастаған кезде жазып жатырған 5-10 оқырманның комментарийынан, TikTokқа келетін запростар бойынша, консультацияға келетін запростар бойынша шығарып, сол запростарға мен сіздерге тегін ақпарат беріп жатырмын. Одан бөлек, енді сіз эксперт болатын болсаңыз, оны қалай қаржыландырасыз? Қалай ақшаға айналдыруға болады? Мен енді дәрігерлерге, нутрициологтарға, поварларға көп айтам. Сіздерге деген кәдімгі білімдеріңізбен бөлісіп, жақсы табыс табуға болады ғой деп. Себебі, егер сіз осы белгілі бір саланың маманы болатын болсаңыз, қаржыландыру мүмкіндігі өте көп. Консультация беру, курстар, тренинг жасау, банағыдай дәл осындай онлайн, офлайн түсіндірме беру, өзінің білімімен, тәжірибемен ақылы түрде бөлісу, наставничество деген сияқты осындай ақпараттар беру арқылы сіз табыс таба аласыз. Енді бұрынғы кезде мен шақырып жатырған подкастта қонақтардан естіп жатқан шығарсыз, 2002-де бастағанда, 2006-да бастағанда ешкім бөліспейтін дейді. Бұрынғы кезде, яғни адамдар бір-бірін конкурент санайтын болған. Тіпті ақылы түрде айтпайтын болғанда, ал қазір негізі бүкіл үйде отырған декреттегі мамалар да ақша тауып кетті. Қалай? Себебі оларға біреу жол көрсетті да, қалай болатындығын түсіндірді. Дәл осылай сіз өзіңіздің салаңызда өзгелерге нақты қадамдарды, нақты бір жолдарды көрсете алатын болсаңыз, сізге өзгелер ақша төлеуге дайын. Яғни эксперт болған кезде бірден тек бір курс алып, эксперт болып кетіп, бір курс алып сатып кету емес. Белгілі бір адамдардың проблемасын, шешімін бере алу. Сол кезде ол адамдар сізге ақша төлеуге дайын болады. Одан кейін енді жалпы эксперт болудағы басты қателіктер ол тек қана теория айту, ол тек қана сату, ол аудиториямен кері байланыс орнатпау. Яғни ол адамдарға сатып жатыр да, повар дейікші. Мысалға повар келеді де айтады, менің марафоным бар, мен салаттар жасаймын, мен ыстық тамақтар пісіремін дейді да. Оның аудиториясында отырған қыз-келіншектер мүмкін тортты қалайтын болар, мүмкін полуфабрикатты қалайтын болар, мүмкін бір ыстық горячий тамақтар дайындап үйренгісі келетін болар. Яғни ол аудиториясының болын білмегендіктен, аудиториясының сұранысын білмегендіктен осылай сатып алмайтын дүниені ұсынатын болады. Яғни сіздер эксперт болам десеңіздер, егер эксперт болсаңыздар, белгілі бір саланың маманы болсаңыздар, всегда онлайнға шығуға тырысыңыздар. Не для того, чтобы ақша табу, да, курс сату, наставничество сату, консультация сату, а для того, чтобы реально адамдарға бір жол көрсететін, оларға бір пайдалы болатын, өзіңнің халқыңа, еліңе үлес қосылатындай жан болу үшін. Сол кезде ол риза болып тұрған адамның өзі сізге төлеуге дайын болады. Жалпы эксперт дегеніміз осы. Эксперт болу дегеніміз енді ең бірінші батыл шешім шығару керексіздер. Себебі ең басында мен бастаған кезде өте көп хейттер келген. Енді мен
2020 жылы сауатты жүргізіп бастадым деп айтам. 2018-2019-да мен тәжірибе жинаған кезеңдерім болды. Ол кезде тек қана бір 1000 теңге, 2000 теңге сондай марафондар болатын. Ал мен үлкен курстарды, үлкен запустарды 2020 жылы жасап бастадым. Сол кезде үлкен хейт келеді басында, типа мынау араб құлдар курс сатып кетеді, неге тегін бермейсің, 4 балаң болса бізде де сондай деген сияқты. Яғни осындай бір кері байланысқа дайын болу керексіздер. Қандай да бір сөз сын келсе көтеруге дайын болу керексіздер. Ол адамдар не только сенің білімің, сенің ұсқының ұнатпауы мүмкін, сенің бір дауысың ұнатпауы мүмкін, сенің тіпті киім киісіңе дейін, даусының ырғағына дейін тиісуі мүмкін да. Это норма. Яғни осыны қабылдай алу керекпіз. Яғни эксперт болу үшін барлығына дайын болғандарыңыз дұрыс. Енді жалпы бүгінгі сабақтан кейін сіздерге айтарым, егер белгілі бір саланың маманы болсаңыздар, онлайнға шығыңыздар. Мен сіздерге кеңес беремін. Мен өзім осы 6 жылдың ішінде білмеген товарный бизнестің эксперті болып, білмеген инфобизнестің эксперті болып кеткен кезде 10 жыл, 5 жыл, 20 жыл жүрген жандар, сіздер шығу керексіздер. Сіздер айту керексіздер, сіздер бөлісу керексіздер. И, соответственно, сіздің осындай шынайы ниетіңіз болғаннан кейін, бұл блогыңыз, бұл ниетіңіз сізге ақша алып келері сөзсіз. Ал енді қай саланың маманысыз және қандай саланың маманы болғыңыз келеді, және де сол салада қандай сұрақтарыңыз бар, төменге жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда тағы да түсіндірме беруге сол сұрақтарыңыз бойынша тырысамын.